Көмектесесіз бе жалпы? Иә, ауырым 90 килограмм үстінде. Мұнайшылардың жұмысымен танысу үшін Мұнайлы қала Жаңаөзенге келдім. Бұл өңірге келгенде көзіме бірінші болып түскені жол бойындағы ұңғымалар болды. Олардың қалай жұмыс істейтінін көрсем деп едім, маған Өзенмұнайгаз компаниясының мамандары көмектесуге келісім берді. Өндіріс алаңына бармас бұрын қауіпсіздік ережелерімен танысып, арнайы киім киіп алдым. Өмірімде бірінші рет мұнай көріп тұрмын. Қап-қара болады деймін. Тербелмелі қондырғы деп айтады. Бұлмен біз мұнайымызды өндіреміз. Жердің астында тереңдікте сораптық насос орналасқан құбырмен тербелу арқылы біздер жердің астындағы мұнайды сыртқа шығарамыз. Ұңғымалар бұзылса, оларды жөндеуге бригадалар жұмылдырылады. Мен солардың қатарына қосылып, мұнайшы ретінде жұмыс істеп көруді ұйғардым. Көмектесесіз бе жалпы? Иә, Көмектессеңіз, көмекші операторды орнына көрсеңіз болады енді. Бұл жерасты жөндеу жұмыстарын жүргізетін бригада. Өндіріс үдерісі тоқтап қалмас үшін олар істен шыққан ұңғыманың ақауын тауып 42 сағатта қалпына келтіріп үлгеру керек. Ауыр ма тұру бала? Ауырым 90 килограмм үстінде. Үшінші құбыр жіберіп отырамыз. Жалпы жобасы енді 90 қоры кетеді ғой. Ал енді жұмысқа келсек, шынымды айтсам, мұнайшы болу оңай емес екен. Айналдырған 15 минутта шаршап қалдым. Үсті басым май болып, әлім таусылып, терлеп, әрең шыдадым. Қыстың аязы, жаздың ыстығында осы жұмысты істеп жүрген мұнайшылар нағыз батыр екен деген ой түйдім.